Достар, мен Nutrilite бренді ұсынған витамин С менен кәдімгі өзіміздің осы уақытқа дейін ішіп келген аспирин қышқылын салыстырмалы түрде көрсеткім келіп отыр. Ол үшін біз су аламыз, суды, яғни біз ағза судан тұрамыз. Суды 2 бөлікке бірдей етіп бөліп, 2 стаканға ластауыш есебінде кәдімгі аптеканың йодын аламыз. Өйткені йод реакцияға тез түседі. Мынау біздің шлактар, токсиндер. Ал күрішті біз органымыз деп алсақ, бүйрегіміз, бауырымыз. Енді біз дәрумен, аспирин ішкенде ағзамызда не жүріп жатыр, сол реакцияны қазір көреміз. Мінекей күрішіміз қарайды, яғни токсин, шлак. Бұл өйткені біз кофе, шай ішеміз, мінекей ластанды организм. Енді тазалауға мінекей аспирин қышқылын кәдімгі, мінекей сіздің көзіңізше мінекей жырттым. Аптекадағы аспирин қышқылы, оны езіп мінекей салдық. Қазір ағзада не болып жатқанын көреміз. Мынау витамин С дәрумені Nutrilite бренді ұсынған. Бұны да жартысын алды, мен даже езіп, бұны да саламыз. Енді ағзада не жүріп жатыр қазір көреміз. Араластырабымыз әбден. Мінекей қараңыз, аспирин ішкен ағза, бұл шлак, іште шлак жинайды, токсиндерді жинайды, организмді көрдіңіздер. Ал мынау витамин С ішкен ағза, яғни бұл тазалайды, шлактарды, токсиндерді өзі шығарып отырады. Бұрын бәріміз ішкенбіз аспиринді, білмеген жағдайда ертерек кезде. Қараңыздар, қандай процесс жүріп жатыр. Енді С дәрумені бұл 8 лимон қышқылын замен жасайды. Қараңыз, организм тазарып шықты. Қанды сұйылтады. Аспирин ішкен ағза. Енді С дәрумені бар суды жаңағы аспириннің үстіне құямыз. Қараңыз, реакция қалай жүріп жатыр. Токсиндерді тазалап, шлактарды тазалап, бұны токси витамин дейміз, ағзаның бүкіл жеріне жетеді өзі. Өттегі, бауырдағы майда тастарды тазалап, зәр арқылы шығарып отырады. Иммунитетті көтереді, қанды сұйылтады. Аспирин ішкен ағзаны 3 ай тазалау қажет болады.